күткен тақырып. Ержан мырзамен бірге. Всем привет. Сейчас я добавлю Ержана. Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Как звук, качество. Как качество естіліп тұрмын ба? Ержан, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Анель? Извините за опоздание, кішкене 5 минут кешіктім. Жара, ештеңе кетпейді, аман есен сыпырғаны. Бізде бүгін өте қызық тақырып, прям андай горячая тема, да? Да. Горячая тема, көптеген комментарий жазып жатыр таңертеңнен бері. Қарадым, біраз кейбіреулеріне қарадым, мен де қарадым комментарийлерінде. Сіздің жарияға. Мне пока комментарий өшіп қояйыншы, да? Можно я выключу пока, чтобы не отвлекать? Как вам удобно, давайте. Да, потому что осы тақырыпқа келу үшін бірталай уақыт өтті, шынымен айтсақ. Такая очень щепетильная тема, да? Оны былай жария етіп, тоже бір түрлі көп, как бы я думала. И пікірлер келген адамдардан екі түрлі пікір бар. Біреулер олар шынымен де осындай бар, осындай көптеген жанрларда шынымен ол бар, кездеседі. Екінші пікір керек емес, айтпа, үндеме, сен как бы вообще көзіңді жұму керек сондайға дегендей, да? Вот осындайда пікірлер өте көп. Типа, наоборот, керісінше азғын ретінде, керісінше адамдарды соған итермелеп жүрсін дегендей пікірлер де келді. Вот. Ну так, для интро, да? Өзім, шынымен айтсам, бұрынғыдан бері осындай сұрақтар баяғыдан бері келіп жүр блогқа. Ну, как бы давно. Ну, блогерлік уақытынан бері көптеген сондай сұрақтар көп келген. Және де өзім де көргенмін сондай нәрселерді. Вообще, как бы сексологияға дейін, да, то есть көрген. И сол кезде де что-то бір түрлі деген ой болған. Ну, как бы сондай болу керек емес сияқты, да? Нормально слышно? Что-то... Нормально, у меня что-то... У вас или у меня? А то менде эти дни что-то с интернетом. Вот, енді бірінші сұрақ. Неге солай болады, да? Неге? Себептері қандай? Неге жас жігіттер жеңгелерін қалайды? Өте көп, да? Сұрақтар өте көп. Неге? Рахмет, Анель. Енді шын мәнінде қазақтарда жақсы сөз бар. Ұлы сөздің ұяты жоқ дейді. Енді біз бұл жерде ешкімді азғыру деген бір ойымыз, ниетіміз жоқ. Біздің ниетіміз бұл екі кәсіби маман ретінде осы проблеманы сөйлесу, бұл проблеманы алдын алу, шешу жолдарын ұсыну, осыған байланысты адамдардың ойларындағы сұрақтарға, түрлі күмәндарға қандай да бір шешім ұсыну мәселесі. Мен сондай ниетпен осындай эфирлер өткізіп жатырмыз, осындай тақырыптар талқылап жатырмыз, осыны ескертіп айту керек. Неге қалайды? Енді бірінші мынаны ескеру керек. 13-14 жастан бастап, яғни переходной возраст, өтпелі кезең дейді, балиғат шағы, ұл баланың әйел кісіге деген, қыз балаға деген ұл баланы қызығушылық оянады. Жыныстық сексуальный влечение дейді ғой, жыныстық тартылыс болады. Бұл Алла тағаланың қойған табиғи бір заңдылық, яғни балиғат шаққа келгеннен кейін уже сіз бұрын кукла ойнап жүрген қызыңызға басқаша қарайсыз, досыңызға басқаша қарайсыз, бұрын бірге песочницада машинка ойнап жүрген балаға, ұл балаға басқаша қарайсыз. Яғни белгілі бір денемізде, бойымызда гормондардың оянуы, белгілі бір гормондардың байланысты біз пубертатный период кезеңінен бастап жігіттен қызға деген қызығушылық. Ал Анель, естіп жатыр ма? Что-то не зависло. Естіп жатыр ма? Менде қатып қалып жатсыз сіз. Да. Қазір нормально вроде, да?
иә, қазір нормально, қазір қайтып келдіңіз. Қатып қалып жатыр экран мен. Сондай қызығушылық болады, бұны дұрыс көру керек. Және бұл қызығушылық енді ұл болғаннан кейін, қыз болғаннан кейін тек қана бөтен адамдарға, тек қана сырттағы адамдарға қарай әсер етпейді. Яғни мысалға психологияда инцест деген нәрсе бар, яғни туысқандардың жыныстық қарым-қатынасқа түсу мәселесі. Яғни отбасы ішінде де ондай болуы мүмкін, бауырлар арасында ондай болуы мүмкін, туысқандар арасында ондай болуы мүмкін. Яғни бірге көп уақыт жүргеннен кейін, бірге көп уақыт өткізгеннен кейін, қаласақ та қаламасақ та белгілі бір дәрежеде ұл бала болсын, қыз бала болсын, бұл мәселеден әсерленеді. Енді жарайды, мысалға жақын туысқандар арасында ол сирек кездесетін нәрсе. Ұзақ уақыт бірге өскеннен кейін психологиялық тұрғыдан сіз ол адамға үйреніп қалғансыз, психологиялық тұрғыдан оның балалық шағындағы айтқан кезде бір суреттері, портреттері ұзақ уақыт бірге өскендіктен ондай бір жыныстық тартылыс өте сирек болады жақын туысқандарына. Ал енді мысалға жігіт 18 жасында, 20 жасында, немесе 25 жасында бойдақ ағасы үйленеді, немесе бір туысы үйленеді. Сөйтіп үйінде бөтен бір әйел пайда болады. Оны біз кейбір кезде жеңше деп, жеңге деп бір ауыз сөзбен айта саламыз. Бірақ өкінішке орай психологиялық тұрғыдан, физиологиялық тұрғыдан сөзбен айтылғандай оңай іштегі нәрселер өзгермейді. Яғни бір әйелге сіз жеңге деген ат қойғаннан кейін, ол сіздің әпкеңіз болып кетпейді, қарындасыңыз болып кетпейді, туысыңыз болып кетпейді. Ол әлі сіз үшін бөтен бір әйел. Және бөтен бір әйелге қызығушылық, бөтен бір әйелге қызығушылық қалай болатын болса, тура үйіндегі жеңгесіне де қызығушылық сондай болуы мүмкін. Бұл жерде единственный сдерживающий фактор, адамды тоқтататын мәселе, бұл менің жеңгем ғой дейді, бұл менің ағамның әйелі ғой дейді, қалай болмайды ғой деген сияқты. Яғни іштегі сезімдер оянуы мүмкін, бірақ мәселе сол сезімдердің етегінде жүру емес, мәселе сол сезімдерді, сол эмоцияларды, сол қызығушылықты баса алуда. Осы тұрғыдан, оны кәдімгі жеңге деп ат қойғанына қарамастан, ол әлі де бөтен әйел болғандықтан, оған сұлу болса, әдемі болса, тем более жас ерекшелігі бір-біріне жақын болатын болса, басқа бір бөтен әйел ретінде қызығушылық әбден оянуы мүмкін. Одан кейін мынаны ұмытпау керек, ол жеңге болғанымен әрдайым бір үйде, мысалы үлкен отбасы ойлаңыз, бір үйде постоянно қасыңызда, мүмкін бір душ қолданасыз, бір ванна қолданасыз, бір дәретхананы қолданасыз, мысалға бөлмелеріңіз жақын, мысалға үйдемін ғой деп кейбір кезде жеңгелер бір халат киіп шыға салуы мүмкін, кішкене ашықтау киінуі мүмкін. Бұлардың барлығы үйде жүрген, балиғат шаққа толған, переходовозға келген барлық ұл балаларға кері әсерін тигізеді. Ол біріншіден ойлармен басталады, фантазиялармен басталады, одан кейін түс көру мүмкін соған байланысты. Сөйтіп ол мәселеден әсерленуі мүмкін. Бұл жердегі неден деген мәселе, жеңге деген ат қойғанына қарамастан, ол бөтен әйел, ал бөтен әйел мен бөтен ер кісі арасында әрдайым жыныстық тартылыс, притяжение, определенный бір attraction болып тұрады, бұны ескеру керек. Ал енді менің пікірім сондай болған. Егер де жігіт, мысалы жас жігіт, өзінің басқа мысалға оқуда, басқа қыздармен сөйлессе, сонша мысалы жеңгелерге көз қарамайды. То есть, значит, бір общениясы жетпей жатыр қыздарға деген. Сондай емес па? Жоқ, не обязательно. Нет, не обязательно. Өйткені сырттағы бір қызбен араласу, дос болу, қыз-жігіт болып жүру бір бөлек. Бірақ ол қызды сіз аптасына қанша рет көресіз, 2 рет көресіз, 3 рет көресіз, күніге қасыңызда емес, күніге бірге емессіз. Және ал үйдегі жеңгеңіз ол постоянно қасыңызда. Сіз айтқан мәселенің бұған әсері бар, один из факторов деп айтуға болады. Бірақ тек қана соған байланысты деп қарамау керек. Енді келесі сұрақ. Не істеуге болады? Мына жерде сразу бірнеше
адамдар, да, как бы бірнеше адамдарбыз, да, как бы вся семья же, по сути, да. Кішкентай жігітке, кішкентай жігітке емес, жігітке не істеу керек, да, жас жігітке. Жеңгесіне не істеу керек. И получается күйеуіне, да, это получается кім это? Күйеу же получается? Ағасы. Көп семьялар, да? Что-то сеть, да? Нормально сейчас? Да. Вот оларға не істеу керек? Сейчас появляется. Сейчас нормально? Да. Да. То есть, егер де осындай ситуация болса, күйеуі білмейді, скорее всего, білмейді, да? Жас жігітке жеңгесі ұнайды. Себебі маған келген сұрақтар жас жігіттерден ғой көбінесе. Не істеймін, ұнайды маған, постоянно ойлап жүрем, там, вот осындай, короче, олардың жүрегі ауырып жатыр, короче, да? Ну, грубо говоря. Аш болған, да? Да. Вот не істеу керек оларға? Ну, оқырмандарға, да, менің тыңдаушыларыма. Ана жақсы бір өлең бар ғой қазақша. Ой, жеңгем үйлен дейді, ой, жеңгем үйлен дейді, ой, жеңгем үйлен дейді маған. Жас жігітке үйлену керек. Үйлену керек. Біріншіден, давайте по порядку бәрін талқылайық. Біз мынаны ұмытпауымыз керек. Ол жеңге болсын, ол басқа да отбасында әпкелер болсын. Мысалға, жалпы баланың жыныстық тәрбиесінде 7 жастан бастап балалар бөлек бөлмеде жату керек. Бөлек бөлмеде жату керек, және әрқайсының өзінің төсегі болу керек. Әсіресе әртүрлі жыныстағы балалар болатын болса, ұлдар, қыздар бәрін қатарынан жатқызып қойған дұрыс емес. Әркім өзінің төсегі болады. 7 жастан бастап ол бала, қыз бала бір бөлмеде егер жатса да, бір-бірінің алдында киім ауыстырмау керек. Белгілі бір ширма қойып қойып, бөлменің бір бұрышын дайындап қойып, бір шкафты кішкене жылжытып қойып, шкафтың артын киім ауыстыратын орын ретінде дайындап қойып, ұл бала болсын, қыз бала болсын, басқаларға көрінбей киім ауыстыруды үйрену керек. Және киім ауыстырған кезде басқаларға көрінбеу, яғни көз соған үйреніп қалмау керек. Өйткені біздің көз бұл фотоаппарат, камера, барлық нәрсені түсіреді, бірақ оны қашан обрабатывать ететінін білмейміз. Сол үшін балалық кезінде мысалға, бала ғой, кішкентай ғой, түсінбейді ғой деп сіз мән бермесеңіз, ол осындай ашық-шашық фотоларды, видеоларды есіне жинап қоятын болса, переходной возрастта, есейген кезде, жігіт болған кезде, ержеткен кезде, сол балалық шағындағы фотолар, видеолар алдына шығады да, и сол кезде обрабатываться ете бастайды. Бұл әшейін бір кадр еді, өскен кезде сол кадрды арғай ойлау, дамыту, фантазировать ету. Бұл жерде, поэтому туған ғой, бауыр ғой, туысқан ғой деп немқұрайлы қарауға болмайды. 7 жастан бастап бөлек. 10-12 жастан бастап, переходной возраст келе жатыр, басталды жатыр деген кезде бастап, ол баланы бөлек бөлмеге, қыз баланы бөлек бөлмеге жатқызу керек. Ол жерде уже бөлме точно бөлек болу керек, бөлме әртүрлі болу керек. Өйткені ол бала өзіндік есейіп жатқанына байланысты, пубертатный период деп айтады ғой, өсейгеніне байланысты белгілі бір ерекшеліктер бар, оған бөлек бөлме керек. Қыз бала тоже пубертатный период, жыныстық даму кезеңінде өзінің белгілі бір физиологиялық ерекшеліктер, өзгерістер болады, оған бөлек бөлме керек. Сөйтіп екеуі бөлек бөлмеде жатып, солай ажырау керек. Одан кейін біздің мәселеге ары келе жатырмыз. Өсе келе үйде барлық отбасы мүшелері өзінің қалай не киіп жүргеніне назар аудару керек. Кейбір кезде үйдеміз ғой деп, бір майка кие салады мысалға, әйел кісілер. Үйдеміз ғой деп, бір шорты кие салады ер кісілер. Ішпеймен жүру мүмкін мысалға, семьямыз ғой дегенде. Үстіне шешіп тастап мысалға, құр шортымен жүру мүмкін, ер азаматтар. Семьямыз ғой деген сияқты. Семьямен, бірақ адамның физиологиясы, адамның табиғаты, адамның гормоналды құрылысына сіз семьямыз ғой деп өзгерте алмайсыз. Сондықтан барлығы мүмкін болғанша, өзіне ыңғайлы түрде, мүмкін болғанша жабық киіну керек. Мен мысалы бұны Америкаға оқуға барған кезде, осы мәселені сөйлескен болатын сән, жыныстық тәрбие мәселесі, олардың да айтатыны, Америкада инцесттің көп болуы, әкелердің қыздарын зорлауы,
ерте жыныстық қарым қатынастың болуы отбасы мүшелері, бір жерде тұрған отбасы мүшелері бір-бірінің киімдеріне назар аудармау, дұрыс киінбеу деп айтады. Өйткені қарсы тараптағы жынысты, мысалы еркек әйелге, әйел еркекке қараған кезде қарсы тараптағы противоположный полдағы адамның жыныстық мүшелеріне қараған кезде автоматически миыңыздан оның фотографиясы, картинасы өшіреді. Фотографиясы, картинасы өшіреді. Мысалы, жыныстық мүшесіне қаратқан кезде, бұл қарындасының жыныстық мүшесі ғой, бұл қызымның жыныстық мүшесі ғой, бұл там бір жеңгемнің жыныстық мүшесі ғой деп қарамайсыз. Яғни, ол уже осы картина мида, картина стирается, и бүкіл концентрация тек қана сол триггер ретінде, возбудитель ретінде әсер етіп жатқан ашық жыныстық қылды қоздыратын зоналар болып табылады. Сол үшін отбасыда болсақ та, яғни не киініп жатырмыз, қалай киініп жатырмыз, жыныстық мүшелеріміз көрінбейтіндей, жабық болатындай сыпайы түрде киіну керек. Мысалға, біздің қазақтың тарихына қарайтын болсақ, мысалға, ешбір қазақ тарихында ондай бір ашық-шашық жүрген суреттерді, фотоларды көре алмайсыз. Бұрыннан ата-бабаларымыз біздің әдепті болған, әдепті киінген. Сондықтан осы әдептілік қағидаларын сақтау, әдептілікке сай киіну отбасы ішінде өте маңызды. Сондықтан бұл жерде бірінші әркім киіміне назар аудару керек, дұрыс киіну керек, басқа біреудің жыныстық қалауын қоздырмау үшін. Ал жыныстық қалауы қозып бара жатқан адам не істеу керек? Ашып жүр ғой, көрініп қалды ғой, ашылып қалды ғой деп оны қалау, оны ойлау. И тем более үйде не жоқ онда, мысалы, отбасында жеке граница жоқ, субординация жоқ. Мысалы, спокойно, ой, жеңге деп еркелеп барып құшақтап алу мүмкін, ой, менің қайным деп сүйіп алу мүмкін, мысалға да, ой, ары отырыңызшы, бір диванда отырып, бірге фильм көрейік деу мүмкін. Яғни қашықтық жоқ, расстояние жоқ. Поэтому бұл жердегі фактор возгорания страсти, любви, эротичества өте жоғары. Поэтому бұл мәселелерді ескеру керек та, белгілі бір субординация ұстану керек, белгілі бір қашықтық ұстану керек, киімдерімізге байқау керек. Одан кейін, яғни, ұл балдар болсын, қыз бала болсын, өсіп келе жатқан кезде, яғни осындай қалаулар, қызығушылықтар болатын болса, сол үшін отбасы мүшелерін, балдарды мүмкін болғанша тезірек, ертерек үйлендіру керек. Өйткені бір жыныстық қалау бар, жыныстық қызығушылық бар, соны ары қарай қинамау үшін адамды ертерек үйлену керек. Ертерек үйленген кезде өзінің әйелі болғандықтан, өзінің жыныстық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын қасында адамы болғандықтан, уже действительно басқа нәрселерге, басқа адамдарға вниманиясы, назары көп түсе бермейді. Осыны ескеру керек. Одан кейін мүмкін болғанша, яғни жеңгесімен бағана айтқан жігіт, яғни қайнысы үйде жалғыз қалмайтындай ситуация қарастыру керек. Мысалға, мен кейбір семьяларға өте қатты таң қаламын. Мысалы, күйеуі спокойно мысалы, ночта бір жерде жұмыс істейді, сменде бір жерде жұмыс істейді, бақта бір жерде жұмыс істейді, и әйелін спокойно бір не то что туған, айдаладан келген бір туысқан қайнысымен жалғыз қалдырсылады. Әйеліне звондайды, менің пәленшенің бір бауырым, туысқаным үйге алып қала келіп, мен қазір жоқ, мысалға үйге келеді, күтіп ал, шайын бер, төсек сал, қарап, 4-5 күн бізде жатады, 1-2 апта бізбен бірге тұрады деген. Мен жоқ, күйеу де жоқ ондай жерде. Яғни күйеу әйелінің арын намысын қорғау, әйелін осына қиын жағдайға түсірмеу мақсатында әйелін бөтен ер кісілермен жалғыз қалдырмау керек. Жалғыз қалдырмау керек, мүмкін болса сондай казусный ситуацияларды, ситуациялар создавать етпеу керек. Бұл өте маңызды. Поэтому туысқан келетін болса, мен қазір үйде емеспін, мен кешірек болам, сол кезде кел деген сияқты мысалға. 2-3 күн үйінде болатын болса, жұмыстан шыға салып көбірек үйде болу, яғни әйелімен бөтен ер кісіні жалғыз қалдырмау. Бұл жерде кейбір кезде ер кісі жеңгем ғой деп әйел кісіге қозып кету мүмкін. Кейбір кезде әйел кісі жігіт қой, уже қайным болса да үлкен кісі ғой деп жыныстық тұрғыдан қозып кету ықтималы өте жоғары. Өйткені мысалға күйеумен жыныстық қарым-қатынасқа көңілі толмайтын қанша әйелдер бар. Ал бұл жерде постоянно бір жігіт бар, постоянно қал астында доступный, қолжетімді бір жігіт бар, оның сізге қызығушылығы бар, сіздің оған қызығушылығы бар, и сізге бірге болуға ештеңе кедергі емес. То есть, и так бір үйдесіз. Соседник бөлмеге өте салсаңыз, ештеңе кетпейді. И так бір жерде ұйықтап жатып жүрсіз. Бір
контакт болатын болса, бұнда ешкім байқамай да қалуы мүмкін. Сондықтан бұндай әрекеттер, бұндай нәрселер менің ойымша қауіпті, бұларды ескеру керек. Естіп тұрмын ба? Что-то сеть, да, опять? Я сеть что-то бір келіп кетеді, естідім мен сізді, естідім, айтаңыз. Рахмет, вот как бы четко, нақты. Единственный вопрос, да, кейбір, особенно қыздар айтып жатыр кейбіреу, да, там жезделері, да, тоже это похожая ситуация ғой енді, жезделері тисе, да, тиіседі мысалға. И получается, вот эта вот дистанция, как бы өз орнына қою, получается, как ұят сияқты, да, получается. Ну, видимо, проблема содан, да, то есть олар как бы үндемейді, олар сүйеді, там жабысады. Вот что делать? Вот сіз не қандай кеңес береді сондай жағдайда қыздарға, әйелдерге? Границаларды, шектеулерді сразу қою керек деймін. Келіп құшақтап жатса, просто тоқтаңыз деу керек, 1 минут деу керек, бір сол қашып, маған былай құшақтаған ұнамайды деу керек, мен физический контакт жақсы көрмеймін деу керек. Мысалы, қазір құдайға шүкір, андай мысалы коронавирус шықты, адамдар қол ұстасып амандаспайды, сүйісіп амандаспайды, 1,5 метр субординация болу керек, дистанция болу керек. Ол жағынан как бы что автобуста, что көшеде, что туысқандармен, былай қатты не қылмау керек, өзін серьезно ұстау керек, Өйткені сіздің кейбір кезде, қалай айтсам, кейбір азғын еркектер деп айтсақ болады оларды. Yani әйелдің бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ, еркектердің азғындығы, әйелдің сыпайылығын согласие ретінде қабылдайды. Хихи, ой, жезде қойшы деп улыбаться етіп, мәз өп тұрған кезде, значит, оған ұнап жатыр. Менің тыңдап жатқаным ұнап жатыр, менің қызушылығым ұнап жатыр, менің подходтарым ұнап жатыр, құшақтап сүйім ұнап жатыр, и өзіне бір зеленый свет ретінде көреді. Бұл жерде ер кісілер де бізді тыңдап жатыр, бұны ескеріңіздер. Бөтен әйел дегеніміз, әйеліңізден басқа адамдардың бәрі бөтен әйел. Жыныстық қарым-қатынасқа түсе алмайтын адамдардың барлығы сіз үшін бөтен әйелдер. Түсіп кете алатын, опасность бар адамдардың барлығы сізге бөтен әйелдер. Поэтому оны үйленгенге дейін, үйленгеннен кейін де бөтен әйелдермен қарым-қатынас қашып ұстау мысалы. Сәлем бердік деп амандасу, қаттылап, құшақтасып, сүйісіп амандаспау, белгілі бір субординацияны ұстауға назар аудару керек. Егер қарсы тарап ұнамай жатса, ұялып жатса, қысылып жатса, ондай жерде настаивать етіп, өзіңізді қиын жағдайға түсірмеу керек, и қыз баланы да қиын жағдайға түсірмеу керек. Ой, балдыз не болыпты, жезденмін ғой, келші сүйіп алайын деген нәрсе, мысалы, қызарып жатыр, ұялып жатыр, ыңғайсызданып жатыр, соны көріп тұрып, біліп тұрып, істеген дұрыс емес. Ал қыздар да айту керек, ой, жезде маған ұнамайды, пожалуйста, олай істемеңізші, қаламаймын, ыңғайсызданамын деген сияқты. Мысалға ондай нелер бар, определенный бір психологиялық даже не бар, аурулар бар, когда адамдар физический контакт қаламайтын адамдар бар, тактильность ұнатпайтын адамдар бар. Мен ұнамайды, маған қаламаймын десеңіз, бір-екі бір серьезно айтсаңыз, одан кейін адам кішкене сескенетін болады, кішкене аяқ тартатын болады, қаламайды екен дейді да. Даже жақсы ниетпен істеп жатса да, істеп жатқаны дұрыс емес. Өйткені жақсы ниетпен басталған нәрсе, қай жерде триггердің срабатывать етіп кететінін біз біле алмаймыз. Поэтому осы тұрғыдан, сразу шектеу қою керек, тоқтаңыз деу керек, маған ұнамайды деу керек, амандаспаймын деу керек. Немесе бірінші өзіңіз барып, мысалы, саламатсыз деп ұзақтан сразу амандасып қою керек. И все сразу там деген сияқты уже арай амандасу қажеттілігі қалмайтын, сондай субординация ұстанған дұрыс деп ойлаймын. Классно. Күшті кеңестер. Вообще рахмет сізге. Вот нақты, четко, ясно, как всегда, как обычно. Енді вопрос такой. Сіздің тәжірибеңізде болды ма, болмады ма? Когда егерде уже болып қалса, сондай уже болып қалды, да? Ары қарай қалай? Вот как обычно. Я просто, мен үшін это как бы, необычно, да? Как бы, ары қарай вообще обычно семья бұзылады, да, обычно? Или қалай? Вообще, тәжірибеңізде болды ма? Или тұра бөлек кету керек, бірге тұруға болмайды уже. Бөлек тұру керек, кету керек, күйеуіне айту керек, бөлек шығайық, мен мына жерде тұрғым келмейді, немесе жігіт бөлек кету керек. Мен өстім, жұмыс істеймін, оқимын, басқа қалада тұрамын, бөлек тұрамын, үйренемін деп
кету керек, ары қарай уже бірге тұруға болмайды. Егер бөлек кету мүмкіндігі жоқ болатын болса, тогда ажырасу керек. Потому что ол жерде уже сіз бір рет ондай нәрсеге допустить еткеннен кейін, бір рет сондай нәрсеге жол ашқаннан кейін, оны тоқтату өте қиын болады. Может какой-то моментте бір слабостьпен болып қалған шығар, бірақ ары қарай уже осознанно, саналы түрде біз не істеп қойдық, бұл дұрыс емес қой деген ой келген кезде, мен семьям бар ғой, тем более мен ағам, мен жеңгем ғой деген ой келген кезде, чтобы дальше этот триггер не срабатывал, уже ол жерден екеуінің біреуі кету керек. Я жеңгесі кету керек, я қайнысы кету керек. Әйтпесе семья бұзылады. Классно, рахмет, да, өте түсінікті. Енді бір қалай бұны алдын алу керек? Не істеу керек? Ну, по идее, особенно маған осы сұрақты балалар бар әйелдер, да, уже там семьяда көп жылдап тұрған, көздері ашып, шошып кеткен да, көріп, вообще в шоке, осындай бар екен. Не істеуге болады, осындай болмас үшін? По идее... Бөлек тұру керек, самое главное. Самое главное, мен ойымша бөлек тұру керек. Но біздің семья, мысалға, біздің менталитеттегі бүкіл 4-5 семьяны бір жерде ұстау, бір үйде ұстау, бұл қазіргі таңда, қазіргі қоғамда қауіпті деп ойлаймын. Yani жігіт үйленді, әйелмен бөлек шықсын, тұрсын, өссін. Егер қайнылары бар болса, қайнылары, қайнысынлары бар болса, бұл демек әке-шешеге қарайтын адам бар. Әке-шешеге қызмет ететін адам бар. Әке-шешенің қарау керек, тәрбиелеу керек балалары бар деген сөз. Зачем үйленген жас семьяны қасында ұстап? Это там смысл жоқ ол жерде. Қонақ болып келіп кетсін, андасында барып тұрыңдар, араласыңдар, бірақ әркімнің жататын орны, төсек орны бөлек болу керек, бөлек үйде болу керек. Yani именно осы проблемаға байланысты алдын алу жолдарының болысы. Бізде өкінішке орай жеңгелер, әйел кісілер тұрмысқа шыққаннан кейін жеңгелерді қайныларына бір нянька ретінде қойып қояды. Қара, жуындыр, жегіз, ішкіз, ұйықтап, ойнат, бір нянька ретінде қарап қояды да. Ал ата-анасы досрочно бір пенсияға, досрочно бір отпускқа кете салады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Әр ата-ана, мейлі жасы 50-де болсын, мейлі жасы 70-де болсын, әр ата-ана өз баласына өзі қарау керек. Сіздің келініңіз, сіздің бір туысқаныңыз, әпкеңіз, сіздің қызыңыз, сіздің балаларыңызға, өзінің братишкаларына даже қайныларына қарауға мәжбүр емес, міндетті емес, даже дұрыс та емес. Осындай контакттарды азайтқан сайын, ұзақтан алыстан сыйласу принципін ұстанған кезде, менің ойымша осындай үлкен проблема, өте серьезный проблема, бір отбасын бұзатын, бір әулетке өте үлкен кір келтіретін, бәрімізді ұятқа қалдыратын үлкен проблеманы алдын алуға болады. Әйтпесе бізде бұл проблемалар өкінішке орай қоғамда болып жатқан проблемалар. Бұған не болған көз жұма салады, болмаған сияқты әрекет етуге тырысады, алдын алуға тырыспай, шешуге тырыспайды. Және бұл бірақ мынандай неге ұқсайды андай? Страус топыраққа басын сұғып, аңшы жоқ деп айтады екен да. Охотник жоқ деп айтады екен. Yani от этого аңшы жоқ кетпейді. Басыңызды топыраққа салмау керек. Yani балаңызда, қызыңызда, күйеу балаңызда, келініңізде, бұлардың барлығы адам, өсті, переходы болса келді. Бұлардың бәрі жігіт, қыз. Сіз үшін ол балам, қызым, келінім, күйеу балам болуы мүмкін. Бірақ айналып келген кезде бұлардың әрқайсысы ер кісі, әрқайсысы әйел кісі, және жыныстық тұрғыдан бір-біріне тартылыс күші бар. Сондықтан оларды бір-бірімен сынамай, бір-бірімен имтихан етпей, белгілі бір субординациялық ситуациялар қалыптастырып, осындай үлкен жағымсыз оқиғалардың алдын алуға болады. Ой, рахмет, классный эфир, өте полезный, көптеген мәселе өзім үшін де өзіме де пайдалы, и оқырмандарға пайдалы деп ойлаймын. Әркімге, и күйеулеріне, и қыздарға, и жігіттерге бәріне пайдалы деп ойлаймын. Мен комментарий ашпай қояйын, бірақ астына, видеоның астына, біз еще YouTube-қа саламыз да осы видеоларды. Сол YouTube-тың астына комментарий қалдырсаңыз, оқып қарайық да, ары қарай, что, как. Осымен қазір эфирді жапсақ
нормально, да? Болады? Да, Ары қарай қараймыз, сіздің пікір қалдырыңыз, осы видеоның астына немесе жекеге жазыңыз, кері байланыс болса, ары қарай мүмкін тағы да осы тақырыпта, может быть, керек болса да, тағы да эфир жасайық. Да, егер тақырып өте үлкен. Иә, тақырып үлкен, бұндай тақырыптарда енді өзіңіз басында айтқан щепетильный тақырып болғандықтан, бұндай темаларды адамдарға дозированно беру керек. То есть қандай мәселе мазаланады, сол мәселелерді беру керек. Слишком қатты ашып тастаған кезде ойға слишком жаман нәрселер кетіп қалуы мүмкін. Поэтому да, действительно, яғни сұрақтары, ойлары, комментарийлері бар болса жазсын. Если еще алдағы уақытта бұны эфирлерде ескерейік. Все, рахмет. Қайырлы кеш сонда. Жақсы, рахмет сізге. сау болыңыз.